Неге мен қазіргі блогерлерді қолдамаймын? Әне сіздер білетін шығарсыздар, көпшілік қазір Инстаграм желісінде блогерлер бар. И бұл блогерлер біздерде енді шыны керек, көбісіге, наверное, мүмкін ұнамайтын да болар. Кейбіреулері ұнайды, кейбіреулері ұнамайды, но көбінесе үлкен кісілерге олар ұнамауы да мүмкін. Яғни олар көбінесе конкурстар, розыгрыш жасайды, яғни қысқасын айтқанда, оның барлығы біздерге гиф. И және де сол нәрселер жасап, адамдарға ол ұнамайды. Яғни кейбір адамдардан, бірақ сіз ойлайтын шығарсыз, жоқ, ол адамдарға сіздерге бізге не береді ғой, там подарка, приз. Но егер мен просто репост жасасам, но бірақ та как бы олай емес. Яғни бұл біздерде вообще басқа тема. Яғни қалай блогерлер өзіне көрермен жинайды. Яғни көбінесе осы гифтшіктер просто алады да бір нәрсені призға береміз дейді. Егер сен просто репост жасасаң, мен арнамы тіркелсең, и және тағы да подпискамдегі адамдарыма тіркелсең. Оның барлығы біз рестелен себебі просто өзіне көрермен жинау үшін. И потом алады да басқа біреуге беріп тастайды, там договоренный, и алады да дым одан кетпейді. Но по идее честный гифтшіктер де бар. Но бірақ честный дегенде мен вообще ондай продвижениені особо қатты жақтыртпаймын. Потому что оның көбісі біздерде Гусейн Гасановтан алынған прием. Яғни сол бастады, и содан кейін барлық біздің қазақтың блогерлері бәрі содан кейін оны түсіріп кетті. Негізінде бізде көбінесе сондайды байқайтын боларсыздар. Мүмкін сіздер саған да соны байқайтын боларсыздар. Біздерде негізінде Инстаграм блогерлер қарайсың ғой, как-то былай контенттер, как-то былай қызықтыратын контент емес, но бірақ оның көрермендері өте көп и және активности өте бешеный. Оның көбісі тоже сол гифтардың арқылы. Яғни просто біреу алады да, мындай каналға тіркеліп кетіңдер, гиф арқылы, и все болды. Бұл адамда уже көрермендері бар. Негізінде по идее ол да бір просмотр, подписчик көтеретін бір жағы, яғни көбінесе кейбіреулер бар, даже біздің ютуберлерде бар. Бұрында конкурс арқылы өздеріне көрермен жинаған, яғни осындай 100 теңге қазір төлеп жүрем. И не, по идее шынымен төлейтін болды, но негізі сөйтіп көтеретін болды. Негізі мен өзім былай қатты асып жақтыртпаймын мұндай способты, яғни барлығы шынымен де контент арқылы көтерілу керек. И солай. Но бірақ та әрине енді бізде бір өкініші, яғни біздің көпшілік пользовательдер, яғни инста желісін қолданатын адамдар көбінесе былай контент үшін тіркелмейді. Мен байқаймын, кстати, контент үшін тіркелмейтіндер де бар. Просто как гиф үшін, просто как тіркеле салады, ал былай вообще тіркелмейді. Или там просто таныстарына тіркеледі, ал бұл блогерлер чисто былай гиф үшін тіркелетіндер де бар. Ал былай гиф болмаса, просто отписка жасап тастайды. В общем, сондайлар да бар негізі. Ол по идее дұрыс емес деп санаймын. Негізі по идее, егер контенті шынымен де күшті әдемі болса, сіздерге бұның контенті ұнаса, онда лучше тіркелген жақсы деп санаймын. Негізінде как қолдау ретінде. Себебі мұндай біздің негізі по идее өзіміздің Қазақстанымызда жалпы блогерлер жағынан жақсы блогерлер керек, жақсы качество, жақсы видео по идее бар, ол біздерде бар ондай блогерлер, ютуберлер, но бірақ олар как-то байқалмайды негізі. Біздің тоже менің қаламда Атырауымда да бар блогерлер, оларда да негізі по идее жақсы түсіретіндер де бар, но и кейбіреулері кринж сияқты түсіретіндер де бар. Енді мен бүгінгі видеода сіздерге чисто өзімнің шындығымды, өзімде не ойымда бар, соның бәрін айтатын боламын. Яғни қалай мен өзім ойым қандай блогерлерге шыны керек, мен как-то былай Инстаграм желісіндегі блогерлерді қатты былай, енді барлығын емес, но көбісін жақтыртпаймын, яғни жақтыртпаймын дегенде как-то былай қолдамаймын. Себебі более бізге енді конечно әрине контенттер жақсы, Инстаграмға баратын контенттер әрине бірдеме болады, мысалы сол гиф жасайтындар, там жарнама жасайтындар да бар, там более букмекерлік конторларға, сол казиноларға жарнама жасайтындар да бар. Оның ішінде мен вообще соларды жақтыртпаймын особо. Біздің ютуберлерде көп ондайлар, сондай реклама жасайтын адамдар. Әрине жоқ, мен қарсы дегенде өздері біледі әрине. Мүмкін оларға там шынымен срочно ақша керек болар. Ондайда әрине жасаған енді амалсыз жасайсың ғой енді. Ал былай егерде ақша нормально, бюджет бойынша шүкір, бірақ та сен по-любому оған тоймай тағы да жасай берем десең, онда білмеймін, оны мен как-то былай дұрыс қолдамаймын. Яғни ақша керек кезде дұрыс деп санаймын, негізі дұрыс емес, бірақ амалсыз жасайсың ғой енді, конечно же, оны былай өзің жасаң келіп тұрмаса да. И өзіме негізі по идее маған көпшілік букмекерлер тоже ұсыныс жасады. Енді шындығында сіздермен бірге айтып отырмын, арнада енді конечно біз бір-бірімізді сөйлесеміз ғой, енді сондықтан да енді конечно шындықты айтуым керек мен. Маған ұсыныс жасады, но әрине мен жоқ дедім. Маған себебі шыны керек, маған ютубында алып жүрген ақшамды жарайды, соған қанаттанамын. Ал былай келесі қалған букмекер, солар тағы да басқа, лучше ондай күнәға барғанша лучше ютубтан алып жүре берейін деп шештім. Тағы да енді айта кетсек, блогерлер біздерде қалай айтсам болады,
слишком өзінше, иә, сіздер байқаған боларсыздар, иә, өзінше, еще көбінесе біздің блогерлер көбінесе популярный теманы қолданады, яғни махаббат жайлы, яғни білетін боларсыздар, қыз бен жігіт бірге жүреді, и соны алады да біздің құттай 13-14 жастағы балалар мен қыздар оны қарап отырады да, блин, шокта отырады. Вау, менде де қайталайыншы деп. Бірақ бәріміз білеміз ғой енді, бәріміз енді көбісіміз білеміз ғой енді, ол шын емес екен, что былай естіп жүре бермейді енді. Как обычно, романтический фильм сияқты. Романтиканың көбісі өтірік. Егер сіздер сол жағынан менде видео қаласаңыздар, яғни романтика, махаббат, андай-мындай, неге қалай біз махаббатты көреміз, соның барлығын сіздерге мүмкін тағы да бір отдельный ролик жасайтын болармын сол жағынан. Сіздерге қызықты болса, комментарий жазып кетіңіздер. Кстати, бана мен сіздерден бұрын тағы да бір видео түсіріп қойып едім, бірақ та оны енді байқамай камера арқылы удалить етсаппын, и блин, шыны керек, вообще настроение жоқ. Вообще естіп теманы өзгертеді дейсің ғой да. Суть-то в том, что негізінде сіздерге айтпаймын, отписка жасап стаңдар, андай-мындай жоқ, өздеріңіздер білесіздер, мүмкін сіздерге бұл контент ұнайтын да болар, но өзіме чисто бұл ұнамайды, и тіркелуге бола ма, тіркелмей-ақ қояйық па деп сұрасаңыздар, енді өзімнің көзқарасымнан былай кеңес бермеймін. Енді өздеріңізде қарап көруге болады, может сізге ұнап қалар, или қарамау да болады. Но бірақ та енді гифтерге қатысуға былай көп кеңес бермеймін, себебі сіздер по-любому одан ұтып өте шансы мизерный, даже вообще ұтпайтын да боларсыздар, просто өтірік болды мүмкін барлығы. И оны аласа дамытып жүресіздер. Енді әрине ол біздерде кейбіреулер айтатын боларсыздар, енді сен блогер көре алмайсың ба, неге сен айтып отырсың деп естіп. Жоқ, көре алмайтын емес, мен көпшілік блогермен сөйлестім, көпшілік ютуберлермен сөйлестім, поэтому менде ондай көре алмаушылық дейтін нәрсе жоқ. Миллион подписчигім бар, че? Не істемеймін мен одан. Қиналмайсың ба? Ладно, жүре бер. Ты лучше меня, сен күштісің менен деп жүресің ғой. Ондай өйтіп көре алмаушылық дейтіндей нәрсені вообще қою керек. Ол көре алмаушылық, кстати, көре алмайтын адам в основном вор деп санайды негізі. Орысша тілмен айтқанда, яғни ұрлықшы. Яғни ол сол адамның бар нәрсесін өзіне тартылғысы келеді, өзіне алғысы келеді. Тоже менде сондай болғым келеді деп. И поэтому оны көбінесе былайша айтқанда ұрлықшы деп санауға да болады. И сіздер өздеріңіз керемет білетін боларсыз, то, что көре алмаушылық ол жаман қасиет екен. Көбісімізде болып қалады ол нәрсе. Көбісіміздің ішімізде болып қалады бір таршылық. Біреу, например, дамып кетеді, мысалы сен жан досың дамып кетеді, сен аласың да әлі сол бір қалып тұрасың. Но біз әрине білеміз ғой енді кімнің барлығы не екен, кім кінәлі екен. Онда сен ғой, конечно, біз ғой, конечно, өзіміз кінәлі. Ондай сен жан досың емес, көтеріліп кетіп, сен түсіріп кеткен былай, сен дамытуға былай несі жоқ. Обязан емес ол сені. Дамытуға сен өзің даму керексің. Ешкімге былай адамдарға сенбей дегендей. Өзің даму керексің дегендей. Өзіңмен отыра берсең былай салпаңдап былай саған былай келеді де біреу ақшаға келмейді саған. Енді, конечно, разный ситуациялар бар енді. Но енді в основном енді менің айтқаным енді дұрыс сияқты деп санаймын. Көбінесе жақтырпаймын блогерлерді. Былайша айтқанда бұл контенттері жақсы, но опять же таки мен гиф, конкурс сол жақтарын ұнатпаймын да блогерлерден. Адал болу керек қой негізінде. Барынша адал болып тырысу керек. И в общем, түсінген шығарсыз деген ойдамын. Ал ендеше сіздермен болған мен Аслан. Сау болыңыздар.